Ассаламу алейкум. Бүгін керек емес дүниеден керемет дүние шығарамыз деген ойдамын. Тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, артынан комментарий жаза отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Біз осындай шалбардан осылай артық жерін алып тастап, 30-да 40-да 70 сантиметр қылып қырқып алдық. Артық жерлерін мына жерде біріктіріп тігіп алғаннан кейін алып тастаймыз. Дублериндеп, астынан 5-те 4 сантиметр қылып бұрыштап қырқатын боламыз. Одан кейін мен бұл жерде ұмытыңқырап кеткен, табанын салуды ұмытыппын. Ол жерде табанын біз 30-да 10 сантиметр қырқып аламыз. Оның 2 сантиметр ар шетінен 1 сантиметр, бер шетінен 1 сантиметр қылып қайырып тігіп аламыз. Одан кейін баулықтарын тігіп, екі шетін және астын тігіп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендегідей. Және де астарында дәл солай кесіп, дәл сол размерде дегідей қылып тігіп аламыз. Сосын біріктіреміз. Екеуін астары мен сумкені. Кішкене бұрышынан орын қалдырамыз аударуға. Ақырындап осылай аударып аламыз. Қатты тартпаймыз. Қатты тартсақ, жыртылып кетуі мүмкін. Закрепка жақсылап жасасақ, одан кейін ақырындап тартып алсақ болады. Бері қарай жақсылап аударып аламыз. Аударып алғаннан кейін ашық тігілмей қалған шетін қолмен әдемілеп көктеп алсақ болады. Және үтіктеп жіберсек болады айналдырып. Мен бұл жерде көктемей тұрып 0,1 тігіспен тігіп шықтым. Айналдырып, чтобы тігіс жату үшін. Одан кейін үтіктеп алдым. Сосын тіктім қолмен жағаға ашық тұрған жерді. Және де әрлеуге кірістім. Бұл жерде ортасына кнопка қойдым, ашып кетпес үшін. Мына жерде табанын көрсетіп қойдым сіздерге. Мына жерде тігеміз деп көрсетіп жатырмын. Мына нәтижесі. Республика күні құтты болсын. Республика күнінің қарсаңында осылай қып әрлеуге ниеттендім. Бұл ДТФ техникасы бойынша әрленген жап-жаңа туындымыз. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер.